Социальный налогты қалай төлейміз? Каспи приложениесі арқылы. Платежидің ішінде все, штрафы и налоги деп таңдаймыз. Платежи для ИП, налоги для ИП. Мына жерде ИП-ның тұратын жерін таңдаймыз. Мысалы, Шығыс Қазақстан. Мына жерде социальный налог деп таңдаймыз. ИП-ның тұратын жерін таңдаймыз. Текущий период. ИП-ның атауын жазамыз. Иін жазамыз. Иінді мұқият тексеріп аламыз. Одан кейін налогтың суммасын жазамыз. Оплатить деп басамыз. Суммасын дұрыс жазамыз да. К оплате деп бәрін тексеріп аламыз. Адрес бәрі дұрыс па? Район, сельский местность болса районын дұрыс жазу керек. Болды. ИП-ның атауы, иін дұрыс болса, подтвердить етіп төлей береміз. Осымен болды.